Өткен жылы Астана мен Алматы қаласында жеке концертін берген халық әртісі Мақпал Жүнісова биыл ешқандай кеш бермеймін деп бекініп отыр. Себебі әншінің жоспарлары басқа арнаға бұрса керек. Той жиында жиі жүретін Мақпал ханым енді ел аралап кеш бермек. Осы біз 18 жылдың басынан бастап жаңағы облыстарды аралап, аудандарды аралап, халыққа қызмет етпекпіз. Жаңадан бейнебаяндар түсіріледі. Сондықтан да мен Алматыда, Астанада жыл сайын беретін концертімді биыл бермеймін. Жоспарлап отырған гастрольдік сапарларына жалғыз қызы, көзінің қарашығы болған Мерейді ерте ме? Бой жетіп келе жатқан Мерей Заманбек қызының да өнерге жақын екенін білеміз. Болашақта анасының жолын қуар ма екен, кім білсін. Мерейім өнерді өте жақсы көреді, әнді де жақсы айтады, бірақ әнші болмаймын деді, өзінің қалауы. Мама, мен енді ол менің күні түні көзімді ашсам да жұмсам да көрем сені ғой енді. Сондықтан да менің жанымда жүргесін, ол әнші болудың қаншалықты оңай емес екенін сезінген болу керек деп ойлаймын. Демек, өнер жолынан бір жола бас тартып отырса, 16-ға келіп оң мен солын танып қалған Мерей кім болғысы келеді? Әлде әкесінің жолымен дипломат болар ма екен? Өзі мынау тіл жағынан өте жақсы меңгеріп жатыр, тілдердің әртүрлі тілдерді. Сондықтан да болашақта бұл консульство ма, дипломат па, сондай бір посольство жақтарда ма, сондай жұмыстарға баруы мүмкін деп ойлаймын. Негізі өте организаторлық жаңағы ұйымдастыру жағынан да өте мықты, мектебінде старысты, және де көптеген нелерге қатысып тұрады, өзінің мектебінде шараларға қатысып тұрады. Жалпы білімі жақсы. Қызымның білімі жақсы, оқуға ынтасы зор деп мақтанған Мақпал Жүнісова бүгінгі мектеп программасының қиын екенін айтады. Себебі қызының сабағына аса талап қоймайтын әнші оның есептерін шығара алмапты. Бір рет жаңағы айттым, Мерейжан, мен сенің есебіңді шығарып көрейінші деп. Бірақ мен шығара алмадым, шын айтқанда. Біздің кезіміздегі математика мен қазіргі кездегі математика екі түрлі. Өте қиын сабақтары. Демек, әзірге оқуда озат Мерей алдағы уақытта сабағы әлсірей қалса, ренжімейсіз ғой Мақпал ханым? Немесе екілік бағалып қалса қайтер едіңіз? Ол бәріміздің басымызда. Мысалы, мен де кезінде екі алған кезім болған, өлген жоқпын ғой құрысын. Қызымның сабақтағы емес, өмірдегі бағасы маңызды деген әнші алдағы гастрольдік сапарларына дайындыққа асықты. Ең бастысы, әнші мен халық арасындағы алтын көпір өнердің өлмесіне сенеміз. Алматы қаласы Жетісу ауданындағы нөмірі 63-ші бөбекжай балабақшасында рухани жаңғыру бағдарламасы аясында аудандық қалалық семинар өтті. Аталмыш шара балабақша балаларының ұйымдасқан мерекелік шарасы негізінде ұйымдастырылды. Бүгінгі біздің балабақшада өткен іс-шара сәби дүниеге келді тақырыбында өтіп жатыр. Мен ойлаймын, үлкен іс-шара болды деп ойлаймын. Біз 3 жастағы балаларды осы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру жолдауына сүйеніп отырып, осындай іс-шара көрсетіп отырмыз. Мерекелік шарада баланың дүниеге келуінен бастап бесікке салу, қырқынан шығару, тұсаукесер, атқа отырғызу сияқты қазақтың салт дәстүрлерінің бәрін балалар арқылы көрсетті. Ең бастысы, балалар тал бесіктен тәрбиенің не екенін көріп үлгі тұтты. Бүгінгі шарада кіші топ балалары қатысты. Ол балалар 3 ай ғана болды келгендеріне біздің балабақшаға. Қанша іс-шараға барып жүрміз, көбінесе ересектер мектепке даярлық топтарды алады. Бүгін біздің ерекшелігіміз осы кіші топ балалармен көрсетейік деп ойладық. Бүгінгі семинарда Жетісу ауданының балабақшаларының меңгерушілері мен тәрбиешілері қонаққа келіп, өзара тәжірибе алмасты. Ал нөмірі 63-ші балабақшада балаларға 3 тілді үйретеді екен. Біздің балаларымызға осы 3 тілді үйретіп жатырмыз. Ол қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде үйретіп жатырмыз. Кішкентай сәбилер тобынан бастап үйренеді балаларымыз. Енді тәрбиешіміз 12 тәрбиеші бар, бәрі жас маман, енді үйреніп келе жатыр. Көбісі
жаңадан бітіріп келе жатыр. Айта кетейік, нөмірі 63 балабақша 2012 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Мұнда әртүрлі 6 топ барлығы 120-дан астам балалар тәрбиеленуде.